Сәлем, 6 сыныптың математикасы 939 есепті шығаратын боламыз. Видеоны қарамас бұрын ең алдымен каналға тіркеліп кетуді ұмытпа, алдағы уақытта саған өте керемет, пайдалы да есептер болатын болады. Сондықтан достарыңмен де бөлісіп қоюды ұмытпаңдар. 939 есептің шарты мынадай. Берілген мына сандардың қайсылары мына берілген теңсіздігінің шешімі болады дейді. Енді мына -3, -1,5, 2 сандары мына берілген теңсіздіктің шешімі бола ма жоқ па? Ең алдымен осы теңсіздікті шығарып алуымыз керек. Яғни біріншісі 9 азайту 2х үлкен немесе тең болу керек 12-ден. Бұл жерде -2х-ті қалдырамыз. И мына 9 дегенді минусқы теңсіздіктің оң жақ бөлігіне өткіземіз. 12 азайту 9. -2х үлкен немесе тең 12-ден 9 азайтсақ 3 болады. Х-тің алдында теріс сан болып тұрғандықтан мына берілген теңсіздік белгісі қарама-қарсыға өзгереді. Сонда х кіші немесе тең болу керек -1,15-тен. Сонда бұның жауабын қалай жазамыз? Сан өсіне белгілейтін болсақ, нүктеміз боялады, -1,15 деп жазып аламыз да. Егер теңсіздік белгісі санға қарап тұрған болса, онда минус шексіздіктен осы санға дейін, яғни жауабын минус шексіздік пен -1,15 ол жауапқа кіреді. Енді мына аралықта, осы берілген аралықта -3, -1,15 және 2 сандары бар ма? Яғни мына 2 деген сан оң сан болғандықтан ол бұл аралыққа кірмейді. Ал -3 деген мына жақта жатады. Сол үшін бірінші теңсіздіктің шешімі болады екен. Жауабы деп жазайық. Жауабы -3 және -1,15 берілген теңсіздіктің шешімі болады екен. Түсінікті болса, лайк басып кетейік. Екінші, 3х азайту 5 кіші немесе тең 7-ден. Осы жерден 3х-ті табу үшін 7, мына -5-ті +5 деп өткізіп аламыз. Ары қарай 3х кіші немесе тең 7 мен 5-тің қосындысы 12 береді. Х кіші болады, 12-ні бөлеміз 3-ке. Сонда х кіші немесе тең 4-тен. Сан өсіне белгілейміз. Нүкте боялады, яғни минус шексіздіктен 4-ке дейінгі аралық. Яғни минус шексіз 4 деген кіреді. Енді осы аралықта 1, 8, 2, 3 сандары бар ма, соны анықтаймыз. Яғни мынау 8 саны 4-тен кейін орналасады. Яғни мына жақта, мысалы 5, 6, 7, 8 деп кететін болсақ, 8 мына жақта. Сондықтан бұл аралыққа 8 кірмейді. Сонда жауабы 1, 2, 3 сандары берілген теңсіздіктің шешімі болады екен. Есеп түсінікті болса, достармен бөлісіп кетуді ұмытпаңдар, комментарийге жазып кетеміз. Келесі 940 есеп. Теңсіздіктерді шешіп, шешімдер жиынын сан аралығы арқылы көрсетіңдер дейді. Біріншісі 3х үлкен немесе тең -18-ден. Бұдан х-ті табу үшін -18-ді 3-ке бөлеміз, болады -6. Сан өсіне саламыз, нүкте боялады, -6, яғни минус шексіздікке қарай кетеді. Сан аралығына былай белгіленеді. -6-дан плюс шексіздікке дейін. Міне. Осы жерде нүкте боялған жағдайда тік жақша қоямыз міндетті түрде. Екінші, -8х кіші немесе тең 32-ден. Х-тің алдында коэффициент теріс сан болғандықтан мына берілген теңсіздік белгісі өзгереді қарама-қарсыға, яғни х үлкен немесе тең болады, 32-ні бөлеміз -8-ге. Осыдан х үлкен немесе тең болады -4-ге. Сан өсіне саламыз, нүкте боялады, плюс шексіздікке дейін. Сонда жауабы -4-тен плюс шексіздікке дейін сан аралығында. Үшінші, 5y үлкен немесе тең 16-дан. Одан y үлкен немесе тең болады, 16-ны 5-ке бөлеміз. Осыдан y үлкен немесе тең 3,5-тен 1. Сан өсіне саламыз, нүкте боялады, 3,5-тен 1 белгілеп аламыз, плюс шексіздікке қарай кетеді. Сонда жауабы 3,5-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Төртіншісі, 6,5y үлкен болу керек 13-тен. Y үлкен болу керек 13 бөлу 6,5-тен. Y үлкен болу керек 13 6,5-ке бөлсек 2 болады. Сан өсіне саламыз. Нүкте боялмайды, өйткені қатаң теңсіздік белгісі, плюс шексіздікке қарай. Сонда жауабы 2-ден плюс шексіздікке дейін деп белгілейміз. Бесіншісі, 8х үлкен немесе тең 24-тен. Бұл жерде х үлкен немесе тең болады 3-тен. Сан өсіне саламыз, нүкте боялады, плюс шексіздікке дейін. Сонда шешімін 3-тен плюс шексіздікке дейін деп жазамыз. Алтыншысы, 7,5х кіші немесе тең болу керек 30-дан. Бұдан х кіші немесе тең болу керек. 30-ды 7,5-ке бөлсек 4 шығады. Сонда сан өсіне белгілейміз, нүкте боялады, минус шексіздіктен 4-ке дейін. Жауабын
сан аралығында былай жазамыз. Минус шексіздіктен 4-ке дейін 4 жауабына кіреді. Міне осылайша берілген теңсіздіктерді оңай шығаруға болады екен. Түсіндіре алдым деп ойлаймын.